Сәлеметсіздер ме балалар? Сабаққа қош келдіңдер. English Plus 6-шы сыныптың 85-ші беттегі тапсырмаларын орындайтын боламыз. Сабақтың тақырыбы Present Perfect Questions және Present Perfect шағының сұраулы түрлерін үйренетін боламыз. Exercise 1. Match the questions with the answers and choose the correct answers in the rules. Мұнда сұрақтарға жауап береміз, дұрыс жауапты таңдаймыз, одан кейін ережедегі дұрыс жауапты таңдауымыз қажет екен. Have you read all his books? Сен оның барлық кітаптарын оқыдың ба? No, I haven't. Жоқ, барлық кітабын оқыған жоқпын. Has the book My Name is Қожа become a film? My Name is Қожа, менің атым Қожа кітабы кино болып шықты ма? Yes, it has. Кино болып шықты. Rules ереже. We make questions in the present perfect with have and has plus subject plus past participle. Яғни біз present perfect сұраулы түрін жасау үшін have, has етістігін қолданамыз, есімдіктерді қолданамыз, және де past participle, яғни етістіктің үшінші формасын қолданады екенбіз. We use have with I, you, we, they, and we use has with he, she, it. Яғни I, мен, you, сен, сіз, we, біз, they, олар болған жағдайда have етістігін қолданамыз. Егер де he, she, it болған жағдайда has етістігін қолданады екенбіз. We make short answers with have, haven't, and has, hasn't. We don't repeat the main verb. Сұраққа қысқаша түрде жауап беретін болсақ, have немесе haven't, және де has немесе hasn't қолданамыз. Етістіктерді қайта-қайта қайталап жауап бермейді екенбіз. Exercise 2. Choose the correct words. Дұрыс жауапты таңда және дұрыс жауабын бер. Have you seen the new James Bond film? James Bond'ың жаңа киносын көрдің бе? Yes, I have. Has his novel become successful? Оның романы сәтті болып жатыр ма? No, it hasn't. Have you bought a comic book for your brother? Сен бауырыңа комик кітабын сатып алдың ба? No, I haven't. Has the sequel to the book come out now? Yes, it has. Have all your books become popular? Yes, they have. Exercise 3. Look at the information about Rowling, the author of the Harry Potter books. Write questions and answer about her. Мұнда бізге Rowling туралы сұраулы сөйлем жасап, галочка тұрса болымды жауап, егер X тұрса болымсыз түрде жауап беруіміз қажет екен. Has she written lots of books? Yes, she has. Ол барлық кітаптарын жазды ма? Has she become very rich? Yes, she has. Has her books become films? Yes, it has. Оның кітаптары кино болып жатыр ма? Has she acted in one of the films? Ол бірде-бір кинода ойнады ма? Жоқ, ойнаған жоқ дейді. Has she had children? Оның балалары бар ма? Yes, she has. Have her children become famous? Оның балалары танымал ма? No, they haven't. Exercise 4. Complete the questions and short answers in the dialogue. Мұнда диалогта берілген жақшадағы сөзді шығаруымыз керек екен. Hi, Roman. Have you finished your homework? Сәлем, Роман, жұмысын аяқтадың ба? Yes, I have. Why? Because I want to show you something. Look. Болдым, не болды? Неге дейді, сұрап тұр. Өйткені мен саған бір нәрсе көрсеткім келіп тұр, қара дейді. What's that? Have you bought a new video game? Сен жаңа видео ойын сатып алдың ба? Yes, I have. It's a fantasy game called Hero. Have you heard of it? Бұл жаңа фантастикалық ойын. Сен оны туралы білесің бе? No, I haven't, but it looks really good. My brother told me about it. He loves it. Has he played it a lot? Ол оны ойнады ма? Yes, he has, and he says it's amazing. Ол ойнады дейді. Exercise 5. Write 5 questions to ask a classmate. Use the ideas in the box or your own ideas.
Мұнда мен 5-ші тапсырмада сұрауды сөйлем жаса деп берген екен. Ал 6-да соған жауап беру керек екен. Соны екеуін мен біріктіріп жасап дайындап қойдым. Қазір сендерге оқып берейін. Have you read a book about Sherlock Holmes? Сен Шерлок Холмс туралы кітап оқыдың ба? Yes, I have. Я оқыдым. I read The Hound of the Baskervilles. It was very exciting. Я, мен кітаптың, Шерлок Холмстың бір кітабын оқыдым. Баскервиль иті кітабын оқыдым, өте қызықты болды. Have you seen a Spider-Man film? Сен өрмекші адам фильмін көрдің бе? Yes, I have. I saw No Way Home at the cinema. I really like it. Я көрдім, No Way Home фильм кинотеатрдан көрдім, маған қатты ұнады. Have you ever written a poem? Сен өлең жазып көрдің бе? No, I haven't, but I like to try one day. Жоқ, жазған жоқпын, бірақ бір күні жазып көруге ниеттімін. Have you met a famous author? Сен танымал жазушы немесе актерді кездестірдің бе? Я кездестім, өткен жылы кітап жәрмеңкесінде жергілікті жазушымен кездестім. Have you tried to write a novel? Сен роман жазып көрдің бе? No, I haven't. I think it's very difficult, but maybe in the future. Жоқ, жазып көрген жоқпын, ол өте қиын деп ойлаймын. Бірақ болашақта жазып көруім мүмкін. Ал балалар, осымен сабақ аяқталды. Келесі сабақта кездескенше тапсырмалардың барлығын түсінікті, қатесіз жазасыңдар деген ойдамын. Сау болыңдар.